достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода менің Қытайдан алдырған заттармен распаковка жасайтын боламын. Оның ішінде AliExpress, Taobao және 1688 сайттарынан заказ берген заттарым бар. Солармен распаковка жасайтын барлығын қазір ашатын боламыз сіздермен бір. Видеоны соңына дейін көріңіздер және менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыз. Мен видео салған кезде сіздерге телефоныңызға тың деген хабарлама келетін. Әрине оңай емес, достар. Қатты қылып скотчтап тастаған. Әрине сонау Қытайдан келген соң бізге жақсы сапамен жету керек. Осы жерде айтатын тағы бір нәрсе, егер сізде Қытайдан AliExpress, Taobao, 1688 сайттарымен заказ жасауды үйренгіңіз келсе, менің инстаграмыма өтіңіздер, сол жерде курс жариялағанмын, сол курсыма қатыссаңыздар болады. Неге алғашқы затымыз шықты? Бұл не деп ойлайсыздар? Неге шықты? Бұл мышка екен, ноутбукқа арналған Philips'тің мышкасы. Мен мышкасын ғана алған болатын, ал сатушы маған мынандай коврик, мышканың ковригі болады ғой, соны сыйлыққа беріп жіберіпті. Мышкамызды көрейік, ашып. Вау, керемет. Неге қараңыз. Өте әдемі. Еще бұны дауысы шықпайтын деп жазған бір жеріне. Дауыссыз мышка, Bluetooth-бен және Wi-Fi-мен жұмыс жасайды екен. Сыйлыққа салып берген ковригі де өте сапалы. Мынау коврик үстінде тұратын. Және мынада Philips деген жазуы бар. Philips маркасы білесіздер ғой, өте. Екінші затымыз. Бұл не деп ойлайсыздар? Осы заколкалар биыл мода болды ғой. Өте сапалы, металдан жасалған. Мынау үлкен зат келіп тұр. Бұның не екенін видеоның соңына дейін көрсеңіз, соңында ашатын боламын. Табаныңызға киіп аласыздар, осылай. Сосын сіздің бойыңызды көтеріп тұрады. 1-2 сантиметрге бойыңызды көтеріп тұрады. Күшті зат. Затты көрейік, ішінде не бар екен. Не деп ойлайсыздар? Қыздардың сүйікті аксессуары. Әрине ол сумка. Қарасаңшы, сапасы қандай күшті. Сапасын қараңыз, ремешогын қараңыз. Биыл мода болған бұлай тағып алатын сумкалар бар ғой, сол сумкалардан. Бұның бағасын білу үшін мен инстаграмыма тіркеліп алыңыз, сол жерге бөлісетін боламын. Бұл не екен? Ай, бұны қарасаңшы. AirPods. Және AirPods-тың сыртынан мындай подарка беріп жіберіпті, қаптайтын. Күшті, осындай да алғым келіп жүрген. Бұны мен инстаграмда ашатын боламын, сториста. Сол үшін инстаграмға. Бұл Samsung телефонына арналған стекло, телефонның бетіне арналған. Телефон келді, бұны ашып көрейік. Бұл мынандай сағат бар ғой, арналған ремешок. Бұл күшті зат, достар. Бұл зат біздің телеграмда, жоқ, тиктокта хит болды ғой. Бұны кухняға арналған зат. Мына жерінен мен сіздерге көрсетемін. Мына жерде инстаграм. Бұның егер қолын, аяғын,
былай ары қылып формаға келтіргісі келетіндер осыны қолдана алады. Неге былай күшті зат. Бұның недегі? Бұның Каспидегі бағасы 4000-5000 деп тұрған, ал Таобаодағы бағасын мына жерге жазамын. Мынандай чехол, сапасы керемет. Samsung телефонынан алған ғой бұл. Мынандай ұстайтыны бар. Сатушы сыйлық салып жүрген сияқты. Мынандай бір нәрсе жүреді, екен түсінбедім. Ой, және мынандай стекло салып жүреді. Сыйлыққа айттым, ол қытайлар всегда сыйлық. Бұл футболка. Бұл футболканың бағасын білесіздер ме? Бар жоғы 700 теңге. Сапасы күшті, материалы керемет. Екен андай Гарфилдтың несі бар. Мынандай тақта жазуға арналған, және мынандай сыйлықтар жерді. Бұның ішінде қалам, өшіргіші бар. Тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода көріскенше. Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта Қытай тілін көрмек. Сабақ